Қайырлы күн достар, мен Ақнұр Бейсенбайқызы. Бүгінгі біз көтеретін тақырыбымыз present continuous tense. Нақ осы шақ, немесе екінші атауы созылыңқы осы шақ. Осы шақтың үш қызметі, үлкен қызметі. Біріншісі now, екіншісі plan, үшіншісі temporary. Ал енді жеке-жеке қарастырып көрейік. Қарастырмас бұрын біз осы нақ осы шақтың present continuous tense'тің құрылымына назар аударайық. Структурасы кез келген шақтың өзінде формуласы бар. Сол формулаға салған кезде біздің сөйлеміміз дұрыс шығады. Өте оңай. Ең біріншісі subject, am is are, плюс глагол verb plus ing. Ал енді нақ осы шақтың ең бірінші қызметіне оралайық. The present continuous or progressive is used to express situations that are happening now. Сондықтан мен тақырыпты now деп қойдым. Ағылшын тілінде де present continuous екінші атауы бар progressive деген. Получается, нақ осы шақ, немесе созылыңқы осы шақ істің, жағдайдың қазір болып жатқанын сипаттау үшін қолданылады. Дәл қазір болып жатқан сипаттау үшін бұл бірінші ереже. Мысалға назар аударайық. I'm writing now. Мен қазір жазып отырмын. They are reading right now. Олар қазір, дәл қазір оқып отыр. Are you eating a meal? Тамақ жеп отырсың ба? Yes, I am. Yeah. Ал енді үш мысалмен түсіндік деп ойлаймын. Ал енді present continuous tense'тің екінші үлкен қызметі ол plan. Достар, future plans or arrangements. Алдағы уақытқа жоспар немесе бір затты, істі ұйымдастырған болсаңыз, онда сіз continuous'ты қолданасыз. Мысалы, Сәуле is going to a new school next term. Сәуле келесі тоқсанда жаңа мектепке барайын деп отыр. Жоспарлап отыр. Ұйымдастырып қойған уже әке-шешесі. What are you doing next week? Сен келесі апта не істейсің? Дейді. Өте оңай. Енді present continuous үшінші ережесіне көшейік. Ол қызық қыздар, достар. Temporary, уақытша. Actions are which are longer but still temporary. Іс-әрекет ұзақ болғанымен уақытша болады. Мысалы, қараңыздаршы. Marat's driving his father's car while his own car is in the workshop. Марат әкесінің машинасын айдап жүр, уақытша. Өйткені оның өзінің машинасы костоправта, то есть жөндеуде. Енді қараңыздар, Marat's driving his father's car. Получается, қазақ тілінде аударған кезде автоматия аударсаңыздар болады. Уақытша айдап отыр деп. Марат әкесінің машинасын уақытша айдап отыр деп. Ал біз бүгін present continuous'тың үш қызмет туралы айтып өттік. Ал енді қалай жаққа жіктеледі екен? Назар аударайымыз. Positive form. I am, қысқартылған түрі I am. We are, we're. You are, your. They are, their. He is, his. She is, she's. It is, its. Кез келген бір глагол қараңыздар суретке. Не істеп отыр? Тамақ дайындап отыр. Айтасыздар, егер тапқан болсаңыздар. Cookқа не жалғаймыз? ing. Мысалы, мен тамақ дайындап отырмын. I am cooking. Біз тамақ дайындап отырмыз. We are cooking. They are cooking. То есть, бұл процестің барлығы қазір болып тұр. Дәл қазір. Хабарлы сөйлемде осылай жаққа жіктеледі екен. Ал енді негатив формды қарастырайық. ing жалғауының ережесі. Егер етістік и әрпіне аяқталатын болса, онда түсіп қалады. Мысалы, live, living, make, making деген секілді. Егер сөздің соңғы әрпі дауыссыз және бір екпіні дауысты дыбыс болса, онда соңғы әріп екі еселенеді. Мысалы, put, putting деген секілді. Okay? I am writing a letter. Write. И әрпіне аяқталады ғой. Ол түсіп қалды да ing жалғау жалғанда. He's reading. Ештеңе өзгерген жоқ. They are making a pizza. Make деген етістік и әрпіне аяқталып тұр. Ол түсіп қалады. They are making pizza. Ал енді қазір осы шақта қолданатын мезгіл үстеулерді айтып өтсем, яғни қашан деген сұраққа жауап беретін. Now, қазір.
currently қазіргі таңда. Қазір this week осы апта. At the moment дәл қазір. Right now прямо сейчас. Қазір прям дәл қазір деген сөздер қолданылады екен. Ал кеттік, онда біз қазір сіздермен бірге negative формды қарастырамыз, яғни болымсыз сөйлем. Қалай іске асады? Оңай. To be'ден кейін not демеулік шылауы қолданылады. I'm not. You aren't. You are not қысқартқан түрі. Aren't. He is not, isn't. She is not, isn't. It is not, isn't. We are not, aren't. They are not, aren't. Singing, яғни өлең айту деген мағынада. I'm not singing. Мен өлең айтып отырған жоқпын. You are not singing. Сен өлең айтып отырған жоқсың деген секілді. Sing деген өлең етістікке біз не істеп отырмыз? ing жалғауын жалғап отырмыз. Жақсы. Ал кеттіген достар, біз сұраулы сөйлемде қалай құрастырады екенбіз? Өте оңай. Am, is, are сөйлемнің басына шыға қояды. Мысалы, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Dancing. Dance билеу ғой. Am I dancing? Мен билеп отырмын ба? Are you dancing? Сен билеп отырсың ба? Деген секілді. Ал жауаптары No, he isn't. Жоқ, ол өлең айтып билеп жатқан жоқ. Ол ойнап отыр. Yes, they are. Олар билеп жатыр. Деген секілді. Достар, thank you for paying attention. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сабақ ұнаса лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді білдіріп кетсеңіздер, подписаться все батырмасын басып қойыңыздар. Келесі сабақта сіздерге уведомление болып келеді. Жақсы сау болыңыздар.